егер де біз орман қорын қорғау және онымен қатар ағаш өсімдіктерін зерттеу жұмыстарын жүргізбейтін болсақ, онда біз 2050 жылға қарай бұл мәлімет бұндай зардап 30 есеге артатындығын есепке алып отыр. Ал бұл бүкілодақтық денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне келетін болса, жалпы экономикалық және денсаулық экологиялық шығындарға ұшыратады. Талшын өсімдіктері мен арша өсімдіктері жалпы 300-ден 500 жылға дейін өмір сүретін ағаштар болатын болса, арша өсімдіктері гиннестік деректер қорына енген 800 жылға дейін өмір сүрген ағаш өсімдігі. Бұл өсімдіктердің негізгі біз зерттеу барысында қарастыратын негізгі қасиеттері, бұлар адсорбциялау барысында улы металдарды өзінің жапырақ клеткаларында көптеп ұстап қалатындығы, яғни сүзгі ретінде ауа қабатына бөлетін оттегін таза оттегін бөледі. Шығыс Қазақстанға іс-сапар жоспарлап отырмыз. Бұл іс-сапардың мақсаты Шығыс Қазақстан аймағында өсетін алтай 3 қаты өсімдігін алып, оның құрамындағы белсенді заттарды бөліп алып, және осы белсенді заттардың адам организмі үшін маңыздылығын дәлелдеу. Және оны болашақта денсаулық сақтау саласына ұсыну болып табылады.